Одан кейін 20 мен 50 жас аралығында кездеседі. Бірінші ишемиялық түрі бар. Бұның тамырдың бітелуіне байланысты пайда болатын, қанның артқа қайтпай қалуына байланысты 2 сағаттан ары қарай 3 сағат, 4 сағат, 6 сағатқа дейін сол жерде мынау арнайы иненің көмегі арқылы сол. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Сіздермен Олжас Иманғалиұлы, уролог-андролог дәрігері. Бүгін мынау приопизм тақырыбын қозғайтын боламыз. Өйткені дайретке келіп жатқан сұрақтардың көпшілігінің ішінде де осы проблемамен зардап шегетін ер азаматтар бар екен. Жалпы приопизм деген қандай ауру? Соған тоқтала кетейік. Приопизм дегеніміз мынау жыныс мүшенің 2 сағат одан ары қарай сағатта қозылу күйінде тұруы, яғни қозылу күйінде қалыпта сақталуы осы приопизм ауруы деп есептелінеді. Бұлай дейтін себебіміз, өйткені бұл приопизм ауруына көптеген себептер алып келіп жатады. Бірінші себеп тоқтала кететін болсақ, мынау омыртқа тұсының бас ми жарақаттарынан кейін алып келетін осы себептердің бірі болуы мүмкін. Келесісі мынау қан тамырлардың патологиясы. Олай дейтініміз, мынау жыныс мүшесінде әртүрлі травмалық жарақаттар болуы мүмкін. Соған байланысты дамиды екінші себебі. Үшінші себебі, мынау әртүрлі дәрі-дәрмектер, соның ішінде мынау Виагра, Левитра, Сиденафир көп препараттарды көп жиі қолданудың әсерінен осыған деген тәуелділіктің барысында дамитын бірден бір себебі болып табылады. Одан кейін айтатын болсақ, бұл приопизмнің дамуына тағы да мынау психогенді факторлар әсер етуі мүмкін. Одан кейін мынау психомоторлы қоздыратын аурулардың ішінде неврология ауруларға байланысты ішетін препараттардан кейін дамып жатады бұл ауру. Және бұл аурудың айтатын болсақ қай жаста кездеседі? Бұл кездесуі мүмкін 5 жас пен 10 жас балалық кезде кездеседі. Одан кейін 20 мен 50 жас аралығында кездеседі бұл патология. Және де бұл приопизмнің тоқтала кетсек классификациясына, яғни бұны айтатын болсақ, жіктелуіне тоқтала кететін болсақ. Бірінші ишемиялық түрі бар бұның. Екінші артериялық деп айтады, артериялық түрі. Үшінші рецидивирующий, яғни қайталамалы түрі. Бірінші ишемиялық түріне тоқтала кететін болсақ, ишемиялық түрі, яғни аты айтып отқандар ишемия, қанның дұрыс қайтпай қалуына байланысты, сол жерге оттегінің дұрыс баруына байланысты болатын, яғни бұл веноздық стаз, яғни артерия тамыры қан тамырды әкелгеннен кейін артқа кететін қан тамыр вена болғандықтан осы жерде окклюзия, яғни тамырдың бітелуіне байланысты пайда болатын түрі ишемия. Ол жағдайда әрине жедел көмекті қажет етеді, стационарлық көмекті қажет етеді. Үйтетін себебіміз бұл проблема патология кезінде ишемиялық түрінде қанның артқа қайтпай қалуына байланысты 2 сағаттан ары қарай 3 сағат, 4 сағат, 6 сағатқа дейін созылып кететін болса, ол жердегі мынау жыныс мүшеліктегі кавернозный тело, яғни кеуекті қабықтағы қанның іркіліп қалуына байланысты ол стационарға жедел түрде жеткізу керек. Ол жерде мынау арнайы иненің көмегі арқылы сол жерде іркіліп қалған қанды сыртқа шығарып алғаш көмек көрсетеді. Екінші түрі мынау артериялық түрі. Бұл артериялық түрі дейтініміз веназдық қанның, артерияның келуі баяу түрде болады. Әрине артқа қарай қанның қайтуы тоже қалыпты кездеседі. Бұл жағдайда айтатын болсақ, мынау ешқандай стационарлық емді қажет етпейді, өздігінен қайтып кетеді. Келесі түрі мынау аралас түрі болды. Аралас түрі дейтініміз бұл қысқа уақытта болуы мүмкін. Ишемиялық түрінің бір өзгеше түрі болып есептелінеді. Өйткені бұл жерде мынау қан тамырға қанның келіп артқа қайтуы баяу түрде қайтуы мүмкін. Соған байланысты бұл приопизмді тексеру әдістеріне келетін болсақ, приопизмді мынау кей жағдайларда мынау дұрыс түсініктелмеген ер азаматтарда фимоз, парафимоз, баланопасит кезінде де осы приопизм дамып қалып жатады. Ол дейтін қалай дейтін, өйткені жергілікті әсер етуі мүмкін. Өйткені артық терінің ісінуі фимозға байланысты артқа қарылып қалып, мынау қанның артқа қайтпайтындай себепке алып келіп жатады. Олай дейтініміз, мен бір мысал айта кетсем,
мен мынау практикада кездескен шынайы түрде болған жағдайды айта кетсем айта кетейін. Бір орыс азаматы, жасы 28 жаста, мынау жыныстық қатынас барысында жыныс мүшесінің, яғни ісінуіне байланысты, мынау басы дұрыс ашылмай жүргеніне байланысты артқа қайырылып қалып, сол жігітте осы приопизм дамып қалған. Олай дейтініміз мынау жыныс мүшесінің басының қысып қалуына байланысты қанның артқа қайтпай қалуына осы жергілікті әсер етіп отыр. Осы мынау фимоз әсер етіп отыр, яғни дұрыс сүндеттелмегеннің әсер тигізіп отыр осы приопизмге. Ол уақытша әсер ететін жағдай. Кейіннен мынау бұның көптеген неврологиялық ауруларға байланысты приопизмнің мынау жыныстық қатынасқа түспей, өз үй жағдайында, мысалы, ұйықтап жатқан кезде, мысалы, өзігінен қозу арқылы жыныс мүшесінің қозулы күйі 2 сағаттан ары қарай сақталып қалуы осы приопизмнің бір белгісі болып табылады. Бұны тексеру әдістерін алатын болсақ, яғни қозулы күйінде келетін науқасқа стационарлық көмек жағдайда көмектесеміз. Олай дейтініміз, осы қозулы күйінде келген науқастың арнайы иненің көмегі арқылы үйіп қалған, қалып қалған қанның отток, яғни артқа қарай кетуін арнайы пункция жасау арқылы осы аурудан арылуға болады. Енді бұл жедел түрде көмектесетін стационарлық ем. Кейіннен мынау спазмолитикалық дәрілерді көмекке жасауға болады. Өйткені мынау папавин, сонымен қатар айтатын болсақ, мынау ножпа сияқты дәрілерді салу арқылы тамырда тұрған спазмды жіберіп, одан арылуға болады. Кейіннен бұл тағы да мынау тромбоэмболитикалық аурулардың алдын алу үшін гепарин қолданады, мынау дәрігерлер. Одан кейін гепаринтік маздар, уколдар қолдану мүмкін. Сонымен қатар орталық жүйке жүйесін тыныштандыру мақсатта диазепам, валиум, тағы да басқа транквилизаторларды қолдану арқылы орталық жүйке жүйесінің успокаивающий, яғни тыныштандыру күйінде тыныштандыру арқылы жыныс мүшесінің қозулы күйін қалпына келтіруге болады. Яғни бұндай симптомдар байқалатын болса, әрине дәрігерге барып тексеруден өткен жөн. Бұның ары қарай последствиясы жаман болуы мүмкін. Ары қарай бұл ауру неврологиялық ауруға ауыспатын болса, бұл деген жыныс мүшесінен айырылып қалуға апаруы мүмкін. Олай дейтініміз ишемияның кесірінен әртүрлі жағдайға байланысты мынау некрозға ұшырап кетуі мүмкін. Жыныс мүшесінің ампутациясын алып, әртүрлі асқынуына алып кететін болса, ол жағдай ары қарай өте қайталаныс процеске алып келеді. Бүгінгі видеоны сіздерге ұнаған болса, өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, қоңырашаны басып кетіңіздер. Бүгінгі тақырып сіздерге ұнады деп ойлаймын. Сөз соңында айта кетерім, құрметті оқырмандарым, менің атымнан мынау көптеген дәрілерді реклама жасап, біздің фотомызды скриншот арқылы қойып, жан-жаққа таратып жатыр екен. Мынау айтатын болсақ, Максилан дәрісіне, сонымен қатар мынау тағы айта кетсек, тағы Пантамаз дейма, көптеген дәрілерді оған ешқандай сенуші болмаңыздар. Ол дәрілер біз ешқандай рекомендацияға бермейміз, ешқандай жарнама алған емеспіз. Соған байланысты андай алаяқтардың арбауына түсіп алданып қалмаңыздар. Мен назначение беретін болсам, мен тағайындайтын болсам, өзімнің көзім көріп тексеруді өткізген науқастарға ғана дәрі тағайындаймын. Соған байланысты баршаңызға ескерту, айта кетуді сіздерге жөн көрдім. Соған байланысты ешқандай алаяқтарға алданып қалмаңыздар. Дәрігерлеріңізге барыңыздар, қаралыңыздар. Солар егер дәріні тағайындайтын болса, көзбен көрген дәрігер сіздерге ем тағайындайды. Ауырмаңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын, аман болыңыздар.